Армысыз құрметті көрермен, эфирде ашығын айтайық, студияда Ермек Келберген. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы кітап оқу мәдениетіне арналады. Соңғы уақытта бұл тақырып жиі айтылып жүр. Мемлекет басшысы да ұлттық құрылтайда осы тақырыпқа ерекше тоқталды. Осы бағытта жұмыстар атқару керектігінде нақты тапсырма ретінде жүктеді. Бүгін осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ол үшін студиямызға Көкшетау қалалық ақпараттық кітапхана жүйесінің басшысы, журналист, жазушы, ақын Серік Жетпісқалиев шақырып отырмыз. Серік Сапарұлы, қош келдіңіз. Серік Сапарұлы, енді сіз өзіңіз жазушысыз, шығармалар жазасыз. Ал қаншалықты көп оқисыз өзіңіз? Үнемі оқимын ғой, енді үнемі оқимын. Оқымай болмайды. Қайталап оқимын бұрынғы оқыған кітаптарымды арасында. Сосын жаңадан шыққандар кітаптарды оқуға тырысам. Енді оқымауға болмайды ғой. Ондай түсінік жоқ менде. Қызығып оқимын, сағынып оқимын. Тек қана қазақ әдебиетінің жазушыларын емес, өзгелерді де оқимын. Шынымды айтсам, жақында міне Антон Чехов деген орыстың керемет классик жазушысы бар ғой. Соған құмарлығым қайтадан оянып, артып, қызығып, жаңа кісінің шығармаларын қайтадан оқып шықтым. Әлі оқып жатырмын. Сөйтіп, үнемі оқу үстінде боламын. Жаңа шыққан шығармаларды оқимын, өзіміздің жазушыларды оқимын. Замандастарыңыз қаншалықты қазір тұшымды дүниелер жазып жүр? Жазушылар, өзіңіз жазушылар одағының мүшесісіз. Бізде классик жазушылар дейміз, ертеде жазылған дүниелерді көп айтылады, оқылады. Бірақ қазіргі уақытта сұранысқа сай өнімдер, көркем әдебиеттен басқа дүниелер болсын жазылып жүр ме? Енді жазылып жатыр, шығып жатыр. Оны біздер бұрыннан қалыптасып қалған өзіміздің замандастарымыздың ішінде де өзіміз жақсы көретін, ұнатып қалған, бұрыннан сенім артатын жазушыларымыз бар ғой. Осы кісі жаман жазбайды. Ол кісінің әрбір шығармасы жақсы болады, құнды болады деген сияқты. Мысалға Мұхтар Мағауин ағамыздың әрбір шығармасын оқуға тырысамыз, қай-қайсымыз болмасын. Өз тұстастарымыздан Жүсіпбек Қорғасбектің, Нұрғали Ораздың, Қуандық Түменбайдың, бүгінгі заманның енді бізден үлкенірек азаматтар, сонда да болса да солардың шығармаларының әрқайсысын олардың ізденіспен жазатынын, қызық тақырыпты қозғайтынын білеміз де, солардың бірдеңесі жариялана қалса, бір шығармасы бір жерде көріне қалса, соны оқуға тырысамыз. Ақындарды, мысалы Жүрсін Ерманның жаңа өлеңі болса, ол кісі қашан болсын, не жазса да әдемі, тұшымды, тартымды, қызықты қылып жазады. Ұлықбек Есдәулет деген сияқты тағы да ақындар көп қой өзіміздің. Маралтайдың болсын. Сөйтіп іздеп жүріп оқимыз олар кездескен кезінде. Енді сіз жазушысыз, ақынсыз, одан жаңа кітапхананы басқарасыз. Сондықтан да енді шығармашылықпен, шығармалармен байланысыңыз тығыз. Біз жастар оқымайды дейміз. Ал өзіңіздің замандастарыңыз кішірек, мысалға 40-тан асқандар, жастар емес қой. Ол кісілерде сол кітапқа құмаршылығы бір артып тұр деп айта алмайтын шығармыз. Өзің ойыңыз қалай? Бұл енді шындап келгенде үлкен мәселе, өте үлкен мәселе ғой. Кешегі өзіңіз айтып отқан жаңағы ұлттық құрылтайда президенттің өзі айтты. Кітапхананың керектігін, кітапхананы жетілдіру керектігін, тәулік бойы жұмыс жасайтын кітапханалар салу керек, жалпы кітапхана ісіне көңіл бөлу керек, кітап оқу мәдениетін жандандыру керек деген мәселені қадап тұрып айтты ғой. Осы сөз маған өте ұнады. Тек қана маған емес, талай кісінің көңілінен шықты деп ойлаймын. Өйткені жаңағы ұлттың өзін табуы, өзінің қалыптасуы, ұлттық мәдениеттің өзгеруі, жаңа сапаға көшуі деген мәселенің бәрі сол кітапқа байланысты ғой. Енді оқымайтын ұлт болсақ, онда дамуымызды тоқтап қалады ғой. Ол өте ұят нәрсе, ол өте қиын нәрсе. Сондықтан кітап оқу мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Енді менің өзімнің ұстанымым, қызметте болсам да, қызметте болмасам да, қоғамда әйтеуір сол кітапты насихаттаймын, қазақтың тілін насихаттаймын. Сондықтан енді неге оқымайды дейміз. Біріншіден мынау
әлеуметтік желі, ұялы телефон деген әсер етіп тұр, қатты әсер етіп тұр. Жұрттың бәрі жаңағы бұл информацияны, ол хабарды телефоннан оқып алдым, біліп отырмын, немесе кітапты да сол компьютерден оқып отырмын деген әңгіме айтады. Ол меніңше өтірік әңгіме. Оқитыны шын, бірақ оның алатын әсері, беретін әсері ондай емес. Оның екеуінің арасы жер мен көктей. Осы мәселені дұрыстап жастарға да, балаларға да, үлкенге де түсіндіру керек деп ойлаймын. Кітапты қолыңа алып алып, кітаппен сырласу, ол бір жеке адаммен оңаша отырып әңгімелескенмен, сұхбаттасқанмен бірдей. Өзіңіз ойлап көріңіз, мысалға бір кісімен жеке шығып оңаша отырып сұхбаттассаңыз, кейін отырып ешкімсіз екеуіңіз ғана отырып сырлассаңыз, әңгіменің тиегі ағытылады ғой. Бірдеңені қайта сұрайсыз, білмегеніңізді, ойыңызға түскен нәрсені сұрап аласыз, мысалы бір қариядан, көпті көрген адамнан деген сияқты. Кітапта сондай сырлас болады. Компьютер ондай сырлас болмайды. Кітап оқудың жаңа психологиялық тәрбиесі, мәні үлкен болады. Ол адамды тыныштандырады, жайландырады, ойға жетектейді, адамның қалпын өзгертеді. Кітап оқымаған жаңағы тек ат үсті информацияны қарай салған адамның мінезі олай қалыптаспайды деп ойлаймын. Менің айтпағым, мәселен, ересек адамдар дейікші, үлкен жастағылар, 50-ден асқандар кітап оқуға, газет журнал оқуға машықтанған, олар іздеп оқып тұрады. Мектеп жасындағы балаларға жаңа қазір шаралар қабылданып жатыр дейміз. Жаңа өзіңіз айтқан мемлекет басшысының айтқаны, өздеріңіздер кітапханаларда жұмыстар атқарып жатыр. Бұл жерде сіздің ойыңызша орта буында мәселе, орта буында шығар, 30 бен 50 жас аралығындағы бір мынау 90-шы жылдардағы, одан жаңағы телевидение бар, ұялы телефонның әсеріне көп ақпараттық технологиялардың өзгеруінің салдарынан кітап оқу, газет оқудан кетіп қалған. Оларды бір тәрбиелеудің маңыздылығы, қазір қажеттілігі тіпті нәтиже береді деп айта аламыз ба? Әлде оларды қойып тікелей жастармен жұмыс істеген дұрыс па? Жоқ, бәрімен де жұмыс жасау керек. Үлкен де кіші де кітап оқу керек, газет оқу керек, журнал оқу керек. Енді бұлай болды. Біздің кішкентай кезімізде, бала кезімізде көргеніміз, әрбір адам өзінің жеке кітапханасын жинақтауға тырысатын. Бізде көзімізді ашқаннан студент болып, алғашқы бірінші курсқа түскеннен бастап бір кітапты сатып алып, соған Сергей Тусқалиевтің жеке кітапханасынан деп жазып, сөйтіп кітап жинауға ұмтылдық. Әрбір үйдің төрінде, бір жерінде әйтеуір бөлмесінің кітап сөресі болатын. Қазірге ойлап қарасаңыз, байқап қарасаңыз, қазіргі жастардың үйлерінде ондай интерьерде ондай орын жоқ, кітап қоятын жер жоқ, көбінде байқап қарасаңыз. Сол бір-бірімізге барғанда үйінің оның жеке кітаптарында қандай кітаптар бар екен деп, мысалы, оның қандай бағытқа қызықтыратын, фантастикалық шығармалар оқи ма, тарихи шығармалар оқи ма, детектив оқи ма. Сосын бір оның үстінде сирек кітабын көріп қалсаң, соны сұрап, өзінің орнына басқа кітабыңды беріп, алмастырып, уақытша алмастырып сөйтіп оқитынбыз. Енді соның бәрі кейіндеп қалды. Енді дегенмен де қалай да кітап оқуға жұмылдыру керек қой, соны үйрету керек, соның жақсы екенін ұғындыру керек. Мен мысалы кітапхана саласында біздер ол бағытта көп жұмыс жасаймыз. Шамамыз келгенше әртүрлі шаралар өткіземіз. Кітаптың жаңа қызық-қызық сюжеттерінен үзінділер оқимыз, скетчтер қоямыз, тағы насихаттар жүргіземіз. Сондай-ақ роликтер түсіреміз. Ол да неткен емес, амал жоқтан ғой енді. Осындағы керемет жаңағы білімдар азаматтарды, ақын жазушыларды сөйлетіп, кітап оқу не үшін керек деп, мысалы, жақында біз Алия Ахиятованы сөйлетіп алдық, публицист, журналист ханым. Кімді Қаратай Бәйкенұлы деген тіл жанашырын сөйлеттік, Ерболат Баятұлы деген ақын, Сәбит Жәнбек бауырымыз ғалым, филолог, Аян Қажыбай деген бауырымыз филолог, ғалым, сондай кісілердің бәрін сөйлетіп, тұшымды сөздерін сөйтіп ролик жасап беріп жүрміз. Осының бәрі сол кітап оқысы екен деген әрекет қой. Жақында өзіңіз жиі көріп жүрмін, кітап Аманат деген жобада жастармен кездесу арқылы, Аманат партиясы филиалының жанында. Оның алдында жаңағы электронды кітаптардың нұсқасын жасау мәселесі қолға алынды. Қаншалықты бір өз нәтижесін беріп жатыр осы шаралар? Осындай сұрақ көп қойылады, жұрт көп айтады, жастар кітап оқымайды деп. Шын мәнісінде олай емес. Шын мәнісінде жастар ел құлағы елу деген сияқты қызық кітапты бір-бірінен естиді ғой. Мысалға, жақындаған анау
Өзбек Әлжанбеков туралы кітап насихатталды, иә. Санжар Санжар Керімбай Керімбай насихаттады. Былай да ел арасында көп әңгіме. Сол кітапқа мысалға сұраныс көбейді ғой. Сөйтіп дұрыс насихат болса, оқымайды емес, оқиды. Шын мәнісінде енді ондай адамдарды қалай біліп алады әйтпесе. Мысалы Қаныш Сәтбаев туралы деген сияқты керемет адамдарымыз бар ғой. Өмірі қызық, қызметі қызық, өмір жолы қызық адамдар бар ғой, ерекше тұлғалар. Сол тұлға туралы кітаптар, тұлғалық бағыттағы кітаптар көбірек оқылады. Сондайларға сұраныс көп. Сосын қазіргі заманда мынау сәнге айналып кетті ме, жеке адамның дамуы, жеке адамның қалыптасуы деген неше түрлі тренингтер өтеді, неше түрлі жиындар өтеді. Сол бағыт күшейіп кетті ғой. Сол бағыттағы кітаптарға сұраныс көп. Енді біздің мотивациялық бағыттағы, иә, қалай тез байын, қалай тез мақсатыма жетейін деген сияқты бағыттар ғой. Дегенмен оның қай-қайсысында әйтеуір адамға тәрбие беретін мәселе көп қой. Соның ішінде біз енді әрине бағытымызды дұрыстап, ұлттық бағыттағы өзіміздің мысалы Бауыржан Момышұлы сияқты адал, Шерхан Мұртаза сияқты адал қайраткер деген сияқты, жаңағы Өзбек Әлжанбеков сияқты қайраткер деген сияқты сол бағытқа қарай бағыттап түсіндіріп отыруымыз керек қой. Ол үшін ерінбей, жалықпай, кез келген үлкен жиын, кіші жиын демей, шағын кездесу демей, шама келгенше сөйтіп жүру керек деп ойлаймын біздің замандастарымыз. Жаңа айтып қалдыңыз ғой кітапты, Өзбек Әлжанбеков туралы. Бұл жерде қаншалықты осы жаңа шығарманы, кітапты, енді қазіргі заманның талабы шығар бұл, маркетингтік іс-әрекеттер дейміз, жарнама дейміз, яғни туындыны жақсы әдемілеп, көркемдеп көрерменге ұсыну. Бұл қаншалықты осы туындылардың халық арасында көп тарауына әсер етеді? Енді заманның түлкі болса тазы болып шал деген сияқты ғой. Заманның талабы солай болып тұр. Жарнама өте көп. Хабар, информация өте көп. Жұрт соның астында қалып қояды. Қай тақырыпты алсаңыз да жарнама көп қой қазір. Жарнама емес, насихат, сөз көп. Хабар көп. Соның арасынан таба алмай қалады ғой. Сондықтан айтып насихаттау керек деп ойлаймын. Жақсы кітаптарды жақсыны айтып отыру керек. Айтпасақ, шаңның астында, құмның астында көміліп қалады деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қазіргі уақытта сұранысқа ие, жеке адамның табысқа жету, жалпы мотивациялық бағыттағы, одан кейін енді шынында заман сондай экономикалық қаржы мәселесі бойынша сұраныс оқысы келеді. Бірақ негізінен жаңағы бұл әлем әдебиетінен іздеп жатады, орыс тілді кітаптар көп жазылып жатады. Біз қаншалықты осы қазақстандық жазушылар немесе оның қазақ тілді нұсқалары бар осындай туындылар? Туындылар бар. Біз жүрген жерімізде өз басымда айтып жүрем. Мысалға көп нәрсе қазақтың өзінде бар. Көп нәрсе емес, түгел дүние қазақтың өзінде бар, қазақтың тілінде бар. Мысалы, тиым сөздерді алыңыз. Қазақтың жаңағы бір-бірін сыйлау, ата дәстүрін алыңыз. Осы мәселе көбірек айтылу керек сияқты. Көбірек түсіндіру жеткізілу керек сияқты. Әсіресе отбасында ұлттық тәрбиеге үлкен мән беру керек. Қазір байқасаңыз, мұны өзіңіз айтып отқан 40-50-дегі, немесе 60-тың маңайындағы адамдардың өздері орысша сөйлеп, немерелерімен басқа тілде сөйлесіп, араласып жүреді. Ол деген енді ұлттық тәрбиеге керағар нәрсе ғой. Сондықтан үлкендерде мәселе қазір. Жастарды жамандауға болмайды. Жастар дейтін жас тал сияқты жаңа өсіп келе жатқан өскін ғой енді. Оған өзіміз отбасынан әрқайсымыз үлкен мән беруіміз керек. Біздің сол жерде үлкен олқылық тұр деп ойлаймын. Жаңа президенттің айтып отқан сөздеріндегі жаңағы жұрттың жаңа мәдениетке, жаңа сапаға көтерілуіне балалар кінәлі емес қой. Өзіміз ұйымдастырып, өзіміз үйретіп, өзіміз білуіміз керек. Өзіміз айтуымыз керек. Әкең күшті кітап, керемет қызық кітап оқып отырса, сен де қызығасың, мысалға. Не оқып отыр екен деген сияқты. Ал ешкім үйде кітап оқымай, бәрі соткасына үңіліп отырса, әрине бала да сөйтеді. Әкем, атам бірдеңе біліп отыр екен деп, ол да соткасына үңіледі. Және оның не қарап жатқанынан хабар болмайды. Жақсы нәрсені қарап отыр ма, жаман нәрсені қарап отыр ма деген сияқты. Сондықтан оқытуға, үйрету, баулу тек қана ата-анаға, ата-әжеге байланысты деп ойлаймын. Отбасына байланысты. Жоғарыда айттыңыз ғой, құрылтойда айтылған мәселе, тәулік бойы жұмыс істейтін кітапхана деп. Бұл енді Алматыға, Астанаға қатысты айтылды да,
жалпы кітапханалардың сапасын дегенмен де өңірлерде де бұл жұмыстар атқарылу керек деп айтылды. Айтты, Қазір де байқаймыз, мәселен Алматы, Астанада кітап дүкендері де меломан жүйесі дейміз, бір өңірлерге қарағанда аса ілгері кеткен. Бізде тіпті қатты бір, мысалға Көкшетауды алып қарайтын болсақ, екі-ақ кітапхана кітап дүкені бар қазір. Осыған қалай әсер етуге болады? Мысалға Астанада шын көреміз, жастардың кітап оқып отырғанын, жағы далада, саябақтарда, бізде ондай байқалмайды. Қалай өзгертуге болады? Енді президент тапсырма берді, бізде де көңіл бөлінеді деп ойлаймыз. Енді көңіл бөлінгенде қазір мысалға облыстық Мағжан атындағы кітапханаға күрделі жөндеу жүріп жатыр ғой. Жақсы, сапалы жөндеуден өткеннен кейін әдемі, жарық, бүгінгі талапқа сай қондырғылармен безендірілгеннен кейін ол жердің мүмкіндігі молайып, оқырманы көбейе түседі деген ойдамыз. Сосын енді біздің қалалық кітапхана жүйесінде 12 кітапхана бар ғой. Оның бәрі де жұмыс жасап тұр. Енді алға қарай қандай көмек болып, қандай жаңғыртулар болса, құп үстіне құп, одан сайын жақсара түсуге болады әрине. Сіздің ойыңызша осы саладағы жалпы кітап оқу мәдениетін қалыптастыруда емес, жалпы осы кітапханалар жүйесінде қандай негізгі мәселелер бар, көңіл бөліп шешетін? Негізгі мәселелер мынандай бар. Мысалға, биыл Бердібек Соқпақбаевтың кітабын оқитын жыл. Бір ел бір кітап бойынша, жақында сол кісінің кітаптарын оқып шықтым. Енді мынандай мәселе бар екен ол жерде. Мысалға, қала баласы ол кісінің жазғандарын қазір оқи алмайды, түсінбейді. Мысалға, қора, қозы, басшып, жүген, қауға деген сөздерді олар түсінбейді ғой. Өйткені көрген жоқ, білмейді. Көрдіңіз бе мәселе? Үлкен мәселе екен. Үлкен мәселе. Сондықтан бүкіл бұрынғы бір керемет классика кітаптарымыздың бәрінде сондай ғой енді. Бұрынғы өмір тіршілігіміз сондай болғаннан кейін сондай сөздер тұнып тұр ішінде. Оны бүгінгі бала оқып жібереді, ештеңесін түсінбейді. Сосын қызықпайды. Демек не істеу керек? Кейбір үлкен дамыған елдерде сол бұрынғы үлкен мәтіндерді шағындап, бүгінгі заманға лайықтап, мәселен сюжеттерін ғана қалдырып деген сияқты. Сондай әдістерге көшіп, қысқартып қайта жазу керек екен. Ол енді үлкен жұмыс, оған да үлкен қаражат керек, оған үлкен мамандар керек. Оны қалай болса солай, мысалға Мұхтар Әуезовтің кітабын алып, тасалқан қылып қысқартып тастай алмайсың ғой. Керісінше түпнұсқасы Әуезовтің абай жолы түпнұсқасы жарияланып жатыр, әлі соны қолымыз жетпей қызықтап отырмыз, күтіп отырмыз мысалы. Ал енді оны балалар түсінбейді бүгін, өте ауыр болады. Сондықтан жаңағыдай жұмыс жүру керек. Ол айтып отырғандай, оған маман керек, оған қаражат керек, ол қолға алыну керек бірақ. Вот мәселе сондай. Өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, Бердібек Соқпақбаевта бала кезден, мектеп жасынан осыны кітап оқу мәдениетін қалыптастыру керек. Бұл жерде өзіңіз де сол салада қалам тербетесіз, балалар әдебиетін. Негізі балалар әдебиетін қиын дейді ғой, қиын жанрлардың бірі. Біздің жазушылар қаншалықты осы сұранысқа ұсыныс беріп отыр? Енді бұл жердегі мәселе қалай енді? Әрине, сіз енді өзіңіздің әріптестеріңіз ешкімді сынамайтыңыз түсінікті ғой. Десе де енді әлі де керек шығар көп дүниелер жазуға. Көп дүние керек. Енді балалар әдебиеті деген ол шын мәнісінде қиын жанр. Өйткені ол үшін бала сияқты, бала қиялына сәйкес келіп, бала қызықтайтындай сюжеттер болу керек. Сосын тілің жеңіл болу керек. Өзіңе қызықты болу керек. Өзіңе қызық болмаса, балаға да қызық емес деген сияқты. Мен қазір көптеген шығармаларым республикалық журналдардың Ақжелкен, Балдырған, Жыл 12 ай деген сияқты журналдарға жарияланып жүр. Соңғы жылдары үзбей жарияланып жүр. Бірақ немене, басқа әріптестерімнің бәрі жазып жатыр деп ойламаймын. Мысалы, аз жазады, Қайырбай Төреқожа жақсы жазып жүр. Ол кісі поэзия түрінде жазып жүр. Көптеген балаларға арналған өлеңдерін топтап кітап қылып шығарып жүр. Басқа жігіттердің қолдарынан келеді. Мысалға, Нұрислам деген бауырымыз театрдағы көркемдік жетекші, үлкен театр маманы. Ол жігіттің де қолынан келеді, бірақ аз жазып жүр. Өйткені қол тимейтін шығар, немесе сосын тағы бір жағдай қаламақы жоқ қойған. Қаламақы мәселесін енді Мереке Құлкенов қазір Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының басшысы ғой, сол кісі қолға алып бір нәрсені ұйымдастырып жатыр ғой, мүмкін түзеліп кететін шығар. Ондай да бір жағдай болса, одан сайын ынталана түсер ме деп ойлаймын да.
Енді бұл мәселені мен қозғаған жоқпын, себебі біздің енді уақытымыз шектеулі 20 минут. Сондықтан енді қаламақы, кітап шығару мәселесі, оның шығын мәселесі бұл да бір үлкен мәселе, үлкен сұрақ, үлкен мәселе. Дегенмен де бүгін уақытыңызды бөліп бізге студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта шын мәнінде балалар ғана емес, жалпы орта буында осы кітап оқуға бет бұрысы жақсы болады деген үміттеміз. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.